Баршаңызға сәлем. Сіздермен таңғы асқа керемет өте дәмді болып шығатын ірімшік қосылған таңғы асымызды дайындаймыз. Небәрі 5 минутта ғана дайындалады және де өте дәмді болып шығады. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіз және де қоңырауша белгісін басып, түрлі жаңа рецепттерді көре аласыздар. Таңғы асқа керемет идея, мінеке ірімшігі созылып өте әдемі дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Енді рецептке оралайық. Бізге керегі айранымыз қажет, жарты стақан. Мен описание бөліміне барлығының грамын жазып өтемін. Менде мұнда 125 грамм айран құйдым. Және де бір ғана жұмыртқамыз қажет. Жұмыртқамызды қосып, араластырып аламыз. Енді үстінен 60 грамм ұн қостым. Массамызды әбден араластырып аламыз. Ұнымыз біріккенше. Енді ірімшігімізді аламыздағы үккіштің ірі көзімен өткізіп аламыз. Бұл жерде 135 грамм ірімшікті қостым. Барлығын үккіштен өткізіп алдым. Енді жаңағы массамызды саламыз. Енді бұны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Менікі кішкене ғана қою болып қалды. Тағы да кішкентай ғана айран қостым. Айран жаңағы жерде менде 125 грамм болса, мұна мен сонда 130 грамм айран болып тұр. Сіздер 130 грамм айран қоса бересіздер. Мінеке біздің массамыз осындай болады. Егер жаңағыдай қою болып бара жатса, кішкене айран қосып жіберсеңіздер болады. Енді табамызды алдын ала қыздырып аламыз, қаттырақ. Оның үстінен кішкене ғана сұйық май тамызып, осындай етіп майлап шығамыз. Енді жаңағы массамызды құямыз. Бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Жай отта пісіріп аламыз. Беті осындай болады. Екінші бетіне аударып, қызартып, тағы да 5 минутқа қалдырып қоямыз. Бетін жауып қоясыздар. Біздің таңғы асымыз дайын. Мінеке өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып тұр. Қазір мен сіздерге арасын ашып көрсететін боламын. Таңғы асқа небәрі 5 минутта ғана дайындайсыздар. Мұны балаларыңызға жасап берсеңіздер, балаларыңыз таласып тұрып жеп қояды. Өте дәмді болып шығады. Ірімшіктен не жасаймын деп ойланып отырсаңыз, мен сізге дәл осы рецепті ұсынар едім. Өйткені бұл өте дәмді әрі
жылдам жасалынатын рецепт. Дәмі деген керемет. Ыстық болып тұр мінекей. Әрі жылдам, әрі оңай, қарапайым. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей, өте керемет, сүйсініп жейсіздер. Жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайды деп. Дәмді ірімшік қосылған мінекей таңғы асымыз. Мінекей, мынаны ашып көрсетемін арасын. Керемет, сыры деген енді керемет. Егер сіздерге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сіздермен түрлі жаңа рецепттермен бөлісетін боламын алдағы уақытта. Сіздерге осы рецепті жасауға кеңес беремін, және сізге ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеле кетіңіз.